Сіздер ме 9-шы сынып оқушылары? Бүгін біз қазақ әдебиеті сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы Несіпбек Айтұлы Бәйтерек поэмасының негізгі идеясы. Оқу мақсаты шығармадағы ұрпақтар сабақтастығы көрінісін заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру. Енді балалар, ақын Несіпбек Айтұлының өмірі мен шығармашылығымен танысайық. Несіпбек Айтұлы 1950 жылы Шығыс Түркістанның Тарбағатай аймағында туған. Ақын мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Парасат орденінің иегері. Еңбек жолын Шұбартау аудандық Жаңа өмір газетінде бастайды. 1974 жылы Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика факультетін бітірген. Ақын Несіпбек Айтұлы қазіргі қазақ қоғамында қалыптасқан өзекті мәселелер, ұлтымыздың жарқын болашағы мен бүгінгі күніне әсер ететін елеулі оқиғалар туралы сергек пікір білдіріп, шұғыл ойларын жариялап отыратын еркін ойлы қаламгер. Ана тілі, ата тілі, ұлттық құндылықтар, әсіресе рухани өмірімізде толғағы жеткен түйткілді дүниелер ақынның назарынан тыс қалған емес. Енді балалар, ақынның Бәйтерек поэмасынан үзінді тыңдайық. Ақмола кеше ғана басқа қала, айналды Бәйтеректі астанаға, еміреніп өз анасы емізбесе, сәбиге шайнап берген ас бола ма? Бақытым басымда тұр талай күткен, сеземін келмегенін оңайлықпен. Үзіле жаздап еді өндіршегім, өзекке тепкілеген өгейліктен. Көңілге сәуле құяр сарай нұры, Астана ел тірегі, ел айбыны, кемері шалқып жатқан Қазақстан, мұхиттың аласұрған көк айдыны. Тіршілік түзегенде көркің жаңа, сұрапыл соқпас екен толқын жара, армысың азаттықтың астанасы, талпынған арманына еркін қала. Жаһанның жанарында жаңа қала, жұлдыздай туы қалған өл арада, 5 жылда бой көтерген ғимараттар, жайнап тұр шомылғандай самалаға. Жырламас ғажайыпты кім мұндағы, жеткенше сөздің дәмі тілдің нәрі, алғысын жаудырады елбасыға, болашақ бұл шаһардың тұрғындары. Міне балалар, біз поэманы оқи отырып, мазмұнына үңілсек, ақын осы Бәйтерек поэмасы арқылы қазақ елінің өткені мен бүгінін көз алдымызға елестетеді. Қазақ елінің тарихы өте тереңде жатқан, тәуелсіздікке оңайшылықпен келмегеніміз туралы айтады. Енді бұл поэманы терең ұғыну үшін біз Бәйтерек аталу себебі не, соны түсінейік. Бәйтерек монументінің шығу тарихымен танысайық. Бәйтерек үш әлемді байланыстырушы дәнекер ретінде әспеттелінеді. Орта дүниені адам, жоғарғы дүниені қарақұс, төменгі дүниені жылан айдаһар көрсетеді. Қазақ ертегілерінде кейіпкер жер асты әлеміне тап болады және ұзаққа созылған сапар кезінде үлкен ағашқа жолығады. Ол жерде ағашқа өрмелеп бара жатқан жыланды өлтіріп, самұрықтың балапандарын айдаһардан құтқарып қалады. Осы ерлігі үшін алып қарақұс кейіпкерді жер бетіне алып шығады. Аңыз бойынша жыл басында, яғни таңертең киелі құс самұрық алтын жұмыртқа салады екен. Ал ағаштың етегінде тұратын айдаһар кеш батқан сайын, яғни жыл соңында жұмыртқаны жұтып қоя береді. Міне балалар, бұл күн мен түннің алмасуын, жақсылық пен жамандықтың арасындағы тартысты бейнелейді. Бұл аңыз ауыздан ауызға тарап, содан есілдің сол жағалауында Астана Бәйтерек монументі жапырақ жайды. Міне балалар, біз осы Бәйтеректің шығу тарихымен таныстық. Енді бұл шығарманың, поэманың идеясын толық ашу үшін сіздер мына сұрақтарға жауап беріңіздер. Ал балалар, мұқият тыңдаймыз. Поэманы неліктен Бәйтерек деп атаған? Ақын Бәйтерек поэмасында
қандай мәселелерді көтеріп тұр? Ақынның бәйтеректі тақырып етіп алудағы мақсаты қандай? Поэмада елбасы бейнесі қалай суреттелген? Осы сұрақтарға балалар жауап береміз. Енді балалар, сұрақтарға жауап беріп болсақ, поэмаға сатылай кешенді талдау жасайық. Шығарманың аты «Бәйтерек» поэмасы. Шығарманың авторы Несіпбек Айтұлы. Шығарманың тақырыбы Астанадағы Бәйтерек монументінің символдық мәні туралы. Идеясы туған елге деген сүйіспеншілік, тарихи жерлерді, ғимараттарды дәріптеу. Тәуелсіздік символы Астана. Жанры поэзия. Міне балалар, біз сатылай кешенді талдау жасадық. Енді балалар, дәптерімізге бестік диктант арқылы ой өрбітеміз. Осы поэмадан тірек сөздерді теріп алып, тірек сөз бойынша сөз тіркесі, сөйлем, сұрақ қоямыз, оған қорытынды ой ретінде жауап береміз. Тірек сөздер: тіл, тәуелсіздік, көшбасшы, бәйтерек. Осы сөздің біреуін алып, бестік диктантын толтырамыз. Жақсы балалар, енді келесі тапсырмаға көшейік. Келесі тапсырма: біз бүгін қандай ой түйдік? Поэманы оқи отырып, қандай поэманың идеясын қалай ашаймыз? Ол үшін біз Попс формуласы арқылы ой өрбітейік. Менің ойымша бұл, жалғастырамыз. Себебі мен оны былай түсіндірер едім. Оны мен мына мысалдардан дәлелдей аламын. Осыған байланысты мен мынадай қорытынды шешімге келдім. Міне балалар, поэманы оқи отырып, осы Попс формуласын толтырамыз. Жақсы балалар, енді біз сабағымызды қорытындылай келе, бүгін біз осы тәуелсіздікке оңай жетпегеніміз туралы ой қозғайық. Мен тәуелсіз елдің азаматымын. Тәуелсіз елдің ұлы өжет, қызы қайратты, халқы қаһарман. Тәуелсіздікті анаңдай ардақта, балаңдай мәпеле, құдайдай құрметте. Тәуелсіздікті қорғау, ұлттың ұйтқысын сақтау, еліңнің жеріне жау жуытпау, халқыңның азбай, тозбай мәңгі өмір сүруіне өз үлесіңді қосу. Ең қасиетті күрес тәуелсіздік күресі. Міне балалар, біз осындай қорытынды ой түйіп отырмыз. Енді үй жұмысын жазып алайық. Үйден менің асқақ бәйтерегім тақырыпта ментальды картаға салып ой өрбітеміз. Ментальды карта сызамыз. Ортасына менің асқақ бәйтерегім деп жазамыз. Поэманы оқи отырып, поэманың негізінде ойлар өрбітеміз. Жақсы балалар, үй тапсырмасын жазып алсаңыздар, бүгін сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.